Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода топ 5 геймерлік тауарлар туралы болады. Бірінші тауарымыз ол Ezidia компаниясының наушнигі. Тауардың сипаттамасына келетін болсақ, мини джегі 3,5 мм. Тауар екі түсте келеді. Олар қызыл, қара, ақ, сұр түсте келеді. Разъемы AUX. Диапазоны 20-дан 20 мың кГц-ке дейін барады. Сонымен қатар осы тауардың отзывтары жаман емес. Бағасы жөнінен келетін болсақ, тауар 2490 теңгеге бағаланған. Ал екінші тауарымыз ол Kotion Edge компаниясының наушнигі. Бұл тауар 5 жұлдызшаға бағаланған. Демек сатып алуға болатын тауар. Тауардың сипаттамасына келетін болсақ, диапазоны 20-дан 20 мың кГц-ке дейін барады. Разъемы USB. Сонымен қатар бұл наушникте микрофон бар. Тауардың шыққан жылы 2005 жыл. Бағасы жөнінен тауар 5125 теңгеге бағаланған. Үшінші тауарымыз ол Robotsky компаниясының наушнигі. Бұл тауардың отзывтары жаман емес. Тауардың сипаттамасына келетін болсақ, разъемы USB. Диапазоны 20-дан 20 мың кГц. Тауардың сатылымға шыққан жылы 2016 жыл. Тауардың функциясы Bluetooth микрофон жатады. Мини джегі 3,5 мм. Бағасы жөнінен келетін болсақ, тауар 3602 теңгеден басталып, 4435 теңгеге дейін барады. Ал төртінші тауарымыз ол Zapad компаниясының наушнигі. Тауардың сипаттамасына келетін болсақ, тауардың диапазоны 6-дан 24 мың кГц-ке дейін барады. Разъемы AUX. Тауар бір түсте келеді. Ол қара түс пен көк түстің араласуы. Тауардың шыққан жылы 2016 жыл. Бағасы жөнінен 2365 теңгеге бағаланған. Бесінші бүгінгі видеодағы ең соңғы тауарымыз ол Xiaomi компаниясының наушнигі. Бұл тауардың отзывтары жаман емес. Тауардың сипаттамасына келетін болсақ, диапазоны 20-дан 20 мың кГц-ке дейін барады. Разъемы USB. Тауар екі түсте келеді. Олар көк пен ақ араласқан және де қызыл мен қара араласқан. Тауардың сатылымға шыққан жылы 2016 жыл. Бағасы жөнінен тауар 4355 теңгеге бағаланған. Достар, бүгінгі видеомыз осы. Егер де видео ұнаса, лайктарыңызды аямай басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінгі видеодағы тауарлардың сілтемесі және де VPN сайтындағы кэшбэк сервисінің сілтемесі видеоның астында болады. Сіздермен болған қазақша AliExpress арнасы. Келесі кездескенше.